Сәлем достар, мен есімім Бекжан. Мен осы оқу курсының контент-мейкері болып жұмыс жасаймын. Бүгін сіздермен мен ұбт-дағы қателіктерін, яғни ұбт-дағы бөлім туралы әңгіме айтатын боламын. Жалпы мен ұбт-да ең бірінші назар аударған дүнием мамандық таңдадым. Мамандық таңдау бойынша таңдау пәнінен жұмыс жасадым. Әрине, ең бірінші мен негізі өзім шығармашылық жағынан жақсы болғаннан кейін мен өзім осы сценография мамандығын таңдап келді. Алайда менің отбасым ауылдық жерде болғаннан кейін ол мамандықтың түбегейлі түсінбегеннен кейін менің мұғалім немесе дәрігер болуымды қалады. Өздерің білесіңдер, ауылдық жердегі балаларға көбінесе ата-анасы осы мамандықты ұсынады. Өлмейтін мамандық қой деп. Десе де әйтеуір педагогика саласы кішкене шығармашылық жақ қой деп мен жарайды деп бір бекініп шығармашылық жақты деп осы педагогика саласын таңдадым. Оның ішінде педагогика және психология мамандығын, солай биология, география пәні таңдау пәнім, тыңғылықта дайындалдым. Бірақ өтірік айтпай қояйын, мен өзім қатты аса назар аударған пәнім биология болды. Себебі мен өзім биология пәнін жақсы көріп оқыдым десем де болады. ұбт-ға дайындалып жүрдім, бірақ өздерің жаңа айттым ғой, шығармашылық жағына аса назар аударғаннан кейін көбінесе мен активист жаққа көңіл бөлдім. Ән айттым, сценарий жаздым. Мектепте өздерің білесіңдер, Жас ұлан деген ұйым болады, сол ұйымда белсенді оқушы болдым. Солай келе ұбт-ға көп көңіл бөлмегеннен кейін, әсіресе осы қазір оқу курстары мысалға пәнге қарай өздеріңе бір график құрып мысалы үйретеді ғой. Менде ондай дүние болмағаннан кейін, тіпті ол жылдары 2019 жылы даже оқу курстары аз ғой ауылдық жерде. Сондықтан өзімізде дайындық болды. Еркін болғаннан кейін дайындық бізде аса бір мықты болған жоқ. Әрине бір енді қатты оқитын оқушылар дайындалды ғой, бірақ мен өзім бір беріліп дайындалмадым. ұбт-ға ровно бір ай қалған уақытта мен әйтеуір қой деп кірістім іске. Тарихты оқыдым, математика сауаттылыққа дайындалдым. Солай ұбт-та өзіме бір көңілім енді қаламағаннан кейін төмен балл алып қалдым. Десе де әйтеуір грантқа жететін болғаннан кейін қатты былай мойынсұнбадым. Өзім бір жағынан дайындықта аз болып, солай уақыт өте келді. Сөйтіп конкурсқа қатыстым, грант конкурсына. Мен бірақ педагог психологқа түспедім. Десе де психология саласына түстім. Жалпы психология саласына. Сол мамандықтың бітірдім, яғни академик Евгений Арыслан Букетов атындағы Қарағанды университетінде оқыдым. Сол жерде шүкір өзімнің жолымды таптым. Шығармашылық жағынан әйтеуір бір ебін тауып, қазір осы Астана қаласындағы Астана халықаралық университетінің тәрбие жұмысы жөніндегі департаменттің маманы болып жұмыс жасадым. Енді мен сендерге айтар кеңесім. Жалпы достар, бірінші өздеріңнің қалайтын мамандықтарыңды реттеп алыңдар. Мәселен, сен мұғалім болғың келеді, немесе маркетинг саласының маманы, немесе мен секілді шығармашылықты қалайтын болсаң, соның барлығын реттеп ал. Бір-біріне ұқсайтын мамандықтар болады. Мәселен, сен мысалға осы шығармашыл адам болғаннан кейін ойлайтын шығарсың, мұғалім болсаң келмей қалады деген секілді. Но адам оқи келе, мысалы студент кезде өз-өзін бір жақты саласын кәдімгі көреді, реттейді. Мен қолымнан мынандай келеді екен ғой, мен мұғалім де бола алады екенмін, мен балалармен де жұмыс жасай алады екенмін деген өзіңе кәдімгі ой келеді, тұрақталады. Сондықтан ешқашан қателеспе, тек өзіңнің қасиетіңе қарай мамандықты таңда. Сол кезде саған жеңіл болады. Одан кейін барып, сол мамандық бойынша таңдау пәніңе тыңғылықты дайындал. Себебі неде? Қазіргі кезде ұбт-дағы ең басым балды беретін ол сенің таңдау пәнің. Сондықтан таңдау пәніңді реттеп, график құрып, оған дайындалған дұрыс. Менің қателігімді қайталамаңдар, себебі көп жағдайда өздеріңе ол кесір тиіп кетуі мүмкін, өте төмен балл алулары мүмкін. Одан кейін ұбт-дағы бір фишка айтайын сіздерге қазіргі таңда. Жаңа айттым ғой, таңдау пәнінің балы жоғары болғаннан кейін таңдау пәніне тыңғылықты дайындалсаңдар, ол жерде сендер ұтасыңдар. Қазір оқу сауаттылық негізгі пәндер мысалға сенің ойыңша былай жеңіл көрінгенмен оларға да бір тыңғылықты дайындық керек. Мәселен, математика сауаттылық. Математика сауаттылықта көбісі былай логикалық есептер ғой деп мән бермейді. Әсіресе ауылдық жердегі оқушылар сіздерге айтарым, осы саладан, яғни математика сауаттылықты жақсылап дайындалғандарың өте дұрыс болады. Құрметті достар, жалпы бағана видео басында айтып кеттім сіздерге, біздің кезімізде, яғни осындай онлайн курстар болған жоқ. Қазір сіздерде мүмкіндік өте көп, тіпті осындай онлайн курстар да көп. Мен сіздерге қазір осы видеоның астына описаниеге сілтеме қалдырамын. Сол сілтемеге өтіп, тегін пробный тест тапсырыңыздар.